Көптеген сайттарға кірген кезде неше түрлі формаларды толтырып жатамыз. Мысалға, Facebook сайтында тіркелетін болсақ, бізден атымызды сұрайтын бір жолақ пайда болады, туған күніміз, жынысымыз, сол сияқты көп ақпаратты талап етуі мүмкін. Енді қазір HTML-де осы формалар қандай элементтен құрастырылатынын көрсететін боламын. Ол үшін әдеттегідей Visual Studio кодымызды ашайық. Сосын мына жерден жаңа файл жасаймын. Оның атын мен 6 астыңғы сызу forms.html деймін. Сосын парақшаның структурасын қолмен жазбас үшін 5-ші файлдан көшіріп ала салайын. Сосын body'дің ішіндегі барлық элементтерді өшіре саламын. Болды, сақтадық. Енді осы файлды браузерден ашып көрейін. Ол үшін әдеттегі проводникке өтемін. Сосын мына жерде 6 астыңғы сызу forms дегенде 2 рет басамын. Міне браузерімде ашылды. Дәл сол файл ашылғанын қайдан білем? Үстінде мына жақта 6 астыңғы сызық forms.html деп тұр. Ал енді сол формаларды жасайық. Ол үшін мен Visual Studio Code'да ең алғашқы жазатын тегім ол form деген тег. Астына түсіремін. Сосын маған керегі input деген. Сақтаймын. Браузерға барамын. Парақшаны жаңартсам, міне бізде мына жерде ақпарат жазуға болатын арнайы орын пайда болды. Енді бұл қазір сайттың тұтынушысына одан сайын түсінікті болу үшін мен мына жаққа мысалға есіміңіз деп жазып қояйын. Сол кезде ана жаққа есімді жазу керек екендігі түсінікті болады. Жаңартайын. Есіміңіз мына жерге мысалға Төрехан деп жазып қойсақ болады. Ал енді бұл input элементінің жалғыз ғана түрі емес, оның неше түрлі нұсқалары бар. Енді қазір мынау қалып бойынша тұратына type дейміз да текст деген түрі, яғни осы өрістің ішіне біз мәтін жаза аламыз деген сөз. Енді қазір мысалға бізде input деген болуы мүмкін, бірақ type түрі ол checkbox болуы мүмкін, иә? Қазір оны былай сақтаймыз да браузерға барып жаңартсақ, міне бізде мына жерде белгілеуге болатын тор көз пайда болды. Белгілесек болады, белгілемей қойсақ болады. Енді бұлардың әрқайсысы өзінің жолағында болу үшін мен бұлардың әрқайсысын параграф тегімен қоршап шығайын. Кесіп аламыз да, мына жаққа қоямыз. Мынаны да параграф тегінің ішіне аламыз. Кесеміз, мына жаққа қоямыз. Сақтаймыз. Ал енді қазір браузер мен Visual Studio Code'ның арасында былай-былай жүгіре бермеу үшін мен Visual Studio Code'ымды мына жаққа жіберейін. Браузерімді мына жаққа жіберіп қояйын. Сосын мынау файлдардың тізімі кедергі жасамас үшін мына бір сұлбаны, иконканы бассам, файлдар тізімі жоқ болып кетеді. Егер маған қайттан керек болса, мынаны қайтадан басам, қайттан пайда болады. Бірақ қазір керек емес, сол үшін басып кішкене жасыра тұрамын. Ал енді келесі істеуге болатыны ол radio деп аталады. Яғни параграф тегінің ішіне input деймін да. Бұған мен type тең болады radio деймін. Сақтаймыз, жаңартамын. Мені мынау жай таңдауға болатын болса, ал мынау тесттерде болатын бір нұсқаны ғана таңдауға мүмкіндік беретін input-тың түрі. Енді қазір мысалға біз футбол әлеміндегі бір сайт жасап жатыр деп ойлайық. Сол үшін мына жаққа жазатыным мен футбол ойнай аламын. Дейміз да, ал мына жаққа мысалға менің бойым ұзын дейік. Тур осы radio button'ды көшіріп алайын да мен. Мына жаққа қоямын да, менің бойым қысқа деймін. Сақтаймын, жаңартамын. Міне бізде есіміз жазуға болатын өріс пайда болды. Мен футбол ойнай аламын, немесе ойнай алмаймын деп таңдай аламын. Және менің бойым ұзын, немесе менің бойым қысқа дей аламын. Бірақ мына жерде біз екеуінің біреуін ғана таңдай алу керек едік.
бірақ мына жерде екеуін де таңдай алып тұрмыз. Ол үшін біз мынау екі радио түріндегі инпутты бір-бірімен байланыстыру керекпіз. Оны байланыстыру үшін біз name деген параметрді пайдаланамыз. Name тең болады, мысалға height деген, биіктік деген сөз. Мынау name'нің ішіне кез келген жаңағы контекст бойынша, логика бойынша келетін сөзді қойы берсеңіз болады. Міндетті түрде height деп қоймай қойсақ болады. Мысалға ағылшынша бойым деп жазасақ та болады. Ең бастысы жаңағы радио баттындардың, жаңағы радио инпуттардың ішіндегі name параметрінің мәндері бір болу керек. Бойым дей салайық, сақтаймыз, жаңартамыз. Міне, менің бойым қысқа таңдалып тұр, бірақ мен бойым ұзынды таңдасам, мынадан жоқ болып кетті да, мынада пайда болды. Сосын тағы да көрсеткім келіп тұрғаны параграфтардың ішіне select деген түрі бар. Select деген ағылшын тілінен таңдау дегенді білдіреді. Яғни таңдау болатын болса, оның ішінде нұсқалары болу керек, ал оны біз option деп белгілейміз. Енді мысалға мен былай жазайын мына жаққа. Менің сүйікті футбол клубым дейміз. Бірінші нұсқа ретінде Реал Мадрид дейік. Осымнан көшіріп алайынды қазір. Тағы да екі нұсқа жасайын. Екінші нұсқа ретінде мысалға әрине Барселона дейміз. Сосын үшіншісі мысалға Арсенал боласыз. Сақтаймыз, жаңартамыз. Мені бізде бұлай таңдауға болатын арнайы бір астына түсетін батырма пайда болды. Енді бұдан басқа ең соңғы көрсеткім келіп тұрғаны біздегі submit деген түрдегі input. Ол жақта біз жаңағы форманы толтырып біткенімізді растаймыз. Input дейміз да. Type тең болады. Submit. Жаңартамыз. Браузерімді жаңартамыз. Міне, submitті бассақ, мына бәрін толтырып біткеннен кейін жаңағы ақпаратты серверге жіберген боламыз. Бірақ мына жерде қалып бойынша submit query деген мәтін шығып тұр. Ал біз бұл жерге өзіміз қалаған мәтінді жазғымыз келсе, ол үшін мен value деген параметрді тағайындаймын да, ол жаққа мысалға растаймын, сосын жіберу деп жаза салайын, сақтаймыз, жаңартамыз. Міне мынаның ішіндегі мәтін өзгерді, жаңағы submit query деген орнына растаймын жіберу деген пайда болды. Енді тура сол сияқты мына жердегі input'та да мысал үшін value деп параметрді тағайындап, оны Төрехан десек. Міне мына жерде қалып бойынша әрдайым Төрехан деген жазу шығып тұрады, бірақ бұл ыңғайсыз, өйткені мына жерде басқа адам кіріп өзінің атын толтырғысы келсе, Төрехан дегенді өшіріп, өзінің атын жазу керек болады. Сол үшін мен мына жерде value-ді placeholder дегенмен алмастырайын. Placeholder-мен алмастырған кезде мына жерде Төрехан деп жазылып тұр, бірақ мен басып басам, сосын басқа атты жаза бастасам, Төрехан деген жоқ болып кетеді. Мысалға Арман дейміз. Осылай біздің пайдаланушылар мына жерге мысалға адамның атын жазу керек екендігіне кішкене бір нұсқаулық сияқты көрсетіп қоя аламыз. Сол сияқты мына жерде мысалға біз checked деп белгілеп қойсақ, мынау торгөз үнемі былай таңдалып тұрады. Таңдалып белгіленіп тұрады. Тура сол сияқты мына жақта бірінші қалып бойынша Реал Мадрид тұрғандықтан Реал Мадрид бірінші көрсетіліп тұр. Ал егер Арсеналдың бірінші көрсетілгенін қаласақ, мына жақта select деген параметрді тағайындай аламыз. Осылайша біз өзіміздің ең алғашқы қарапайым формамыздың элементтерін парақшамызға орналастырдық. Бірақ та мынау растаймын жіберу дегенді бассам, ешқандай іс-әрекет орын алмайды. Өйткені біз мынаны басқан кезде деректер қорына, жаңағындай серверге ешқандай ақпарат сақталып жатқан жоқ. Оны біз осы курстың келер бөлімдерінде қарастырамыз.
Ал қазір біз веб парақшамызға суретті орналастыруды қарастырайық. Ол үшін әдеттегідей енді Visual Studio Code'ға барып, мен мына жақтан жаңадан файл жасайын. Оның атын мен 7 астыңғы сызу images.html деймін. Сақтаймыз. Бізде бос файл пайда болды. Енді мынаны көшіріп алып, алдыңғы файлдан мына жаққа алып келіп, бодидің ішіндегі барлық заттарды өшіре саламын. Сақтаймын. Енді маған осы файлды браузердан ашу керек. Ол үшін мен мына жаққа келемін да, 7 images дегенді браузердан ашамын. Міне бізде бос парақшамыз ашылды. Енді мен мына жақтан тұрамын да, суретті қою үшін мен бірінші мына жаққа суретті көшіріп алу керекпін. Ол үшін мен өзімнің компьютерімдағы бар суретті ала салайын. Мысалға pictures, my pics, сосын мынандай me деген сурет бар, өзімнің суретім. Копировать, жаңағы courses, web development, HTML. Міне біздің файлдар орналасқан папканың өзіне келіп, вставить дей саламын. Енді маған қазір істеу керек зат, мысалға img деп жазамын. Яғни бұл image дегенді білдіретін тег, яғни сурет деген сөз. Сосын суреттің қай жерден қай суретті алу керек екендігін көрсету керекпін. Ол үшін мен src деймін, source деген сөз, яғни қайнар көзі. Суреттің қайнар көзі қай жерде жатыр деп. Сосын мына жерде ең маңыздысы суреттің атауын толықтай жазу керекпін. Ол дегеніміз форматымен бірге .jpg деп тұр, яғни me.jpg деп жазу керекпін мен. Жай ғана me деп қойсам, онда ол көрсетілмейді. me.jpg. Тегімізді аяқтаймыз, сақтаймын, жаңартамын. Міне менің суретім браузерда пайда болды. Енді қазір мынау сурет тым үлкен болып тұр. Оны мен реттестіре аламын. Мысал үшін width деймін, яғни ені деген сөз. Бұны мысалға мен 150 дейін, яғни 150 пиксельді алсын деймін. Сақтаймын, жаңартамын, міне 150. 150 тым кішкентай екен, онда мен тұрамда мысалға 450 деймін. Сақтаймын, жаңартамын, міне кішкене үлкейді. Осылай мысалға мен оның биіктігін де реттей аламын. Мысалға height-тен болады. 450 десем, қазір мынау суретім мынандай шаршыға айналды. Бірақ та бұл әдемі болып тұрған жоқ, сол үшін height дегенді өшіре саламын. Сақтаймыз. Сосын мына суреттен кейін мен кез келген, мысалға параграф деген ішіне бұл менің өзімнің суретім деймін. Сақтаймын, жаңартамын. Міне суреттің астында бұл менің өзімнің суретім деген шықты. Сосын тағы да бір қасиет, мысалға қазір біз істей алатын align деген бар. Мысалы үшін тең болады right дейміз. Сақтаймын, жаңартамын. Міне сурет оң жаққа кетті да, сөздеріміз, мәтініміз сол жақтан шықты. Ал мысалы үшін align left десем, сақтаймын, жаңартамын. Суретіміз сол жақта, мәтініміз оң жақта. Енді тура осы сияқты мен интернеттен кез келген суретті жүктеп, өзімнің сайтымнан көрсете аламын. Мысалға house деге үйлердің суретін алайық. Сосын мына жерден бір суретті алайық. Мысалға қайсы үй әдемі. Мысалға мынау үйді алайық. Сосын бұны тұрамыз да save image as дейміз. Сохранить картинку как. images.jpg деп бізге сақталады екен. Мені images.jpg деп сақталды. Мына жаққа қайттан ораламыз. Сосын img src тең болады images.jpg дейміз. Сақтаймыз, жаңартамын. Мына жақ жаңартамын. Міне мына жақтан бізден екінші суретіміз шықты. Енді мысалға біз өзіміздің компьютерімізға суретті жүктемей-ақ интернетте бар суретті пайдалана берсек болады екен. Мысалға мына жақтан car дейік, бір көліктердің суретін алайық. Сосын мына бір көлікті ала салайық. Осы жаққа осы суретке алып келеміз да, тышқанның оң жақ батырмасын басып,
мысалға copy image link дейміз. Скопировать ссылку на картинку деп тұру керек орысша нұсқасында. Соны басамыз да мына жаққа қоямыз, сақтаймыз. Мына жақтан браузерімізді жаңартамыз. Міне мына жақта бізде жаңағы суретіміз пайда болды. Енді бұл жерде белгілі бір тәуекел бар, рисктер бар. Мысалға, біз мынау кезде суретті сілтеме арқылы алдық, иә? Ал мына кезде бұл біздің кәдімгі компьютерімізде жатқан суреттер. Енді міне мынау сілтемеде, мысалға, мынау Википедиядан алынған сурет. Википедия сайтында мынау сурет өшіріліп қалса, осы сілтемедегі сурет, онда біздің сайтымыздағы да сурет өшіріліп қалады. Сол үшін суреттердің бәрін өзіміздің бірінші компьютерімізға жүктеп, сосын парақшамыздан көрсеткен осындай тәуекелдерді азайтады. Форманың элементтерін орналастырып және суреттерді өзіміздің сайтымызда көрсетуді үйрендік. Енді қазір кесте жасауды үйренейік. Ол үшін тағы да мен мына жақтан жаңадан файл жасаймын да, оның атауын 8 астыңғы сызу table.html деймін. Сайттың структурасын алдыңғы файлдан көшіре салайық. Copy. Мына жаққа қоямыз да, әдеттегідей body'дің ішінде тұрған барлық затты өшіріп тастаймыз. Сақтаймыз. Енді осы файлды браузердан ашамыз. Оны қалай істейтінін білетін шығармыз. Былай 2 рет бассақ, браузерімізден ашылады. Енді алдында ашылған заттардың барлығын жаба салайық. Мынаны да жаба салайық. Мынаны да жаба салайық. Енді мына жерде бізге кесте жасау үшін керек tag all table деген. Table деген ағылшыннан аударсақ кесте дегенді білдіреді. Сосын table'дың ішіне біз tr деген тагты пайдаланамыз. Ол table row дейді. Яғни кестенің бір жолағы дегенді білдіреді. Сол table row'ның ішіне td дейміз, яғни table data. Сол кестедегі ақпарат деген сөз. Енді мысалға біз тұрамызда бір кесте жасағымыз келеді. Ол кестеге кітаптардың атауы және олардың авторын жазғымыз келеді. Онда біз былай істейміз. Мына жаққа тұрамыз да, Мұхтар Әуезов дейміз. Сосын осының ішінен мынаны көшіріп аламыз да, мына жаққа қойып, кітаптың атын жазамыз. Абай жолы дейміз. Сақтаймыз, жаңартамыз. Мұхтар Әуезов Абай жолы деп пайда болды. Сосын мынаны қайта-қайта жасай бермеу үшін қазір былай көшіріп алайын. Copy. Мына жаққа біреуін қойайық. Сосын мына жаққа тағы да біреуін қойайық. Мұхтар Әуезов Абай жолы. Джек Лондон Мартин Иден дейік. Сосын мысалға Антон Чехов юмористические рассказы дейміз. Сақтаймыз, жаңартамыз. Мінде бізде мынандай кесте пайда болды. Енді біз бұл кестені жай осылай қалдыра салмай, мысалы мына жерге автор, мына жаққа кітап деп әр бағанға өзінің атауын берсек болады. Ол үшін біз мына жақтан кішкене төмен қарай түсеміз да, table head дегенді пайдаланамыз. Head. Бұл жақта, яғни қазір әр бағанның өзінің атауы болады деген сөз. Сосын жаңағындай table row дейміз. Сосын table row'ның ішіне td демейміз, бірақ th дейміз, е? Table heading, яғни әр бағанның өзінің атауы деген сөз. Мысалы мына жаққа автор дейміз. Сосын қазір мынаны көшіріп алайын да. Мына жаққа кітабы дейміз. Яғни мына жерде table head деген болса, мына жақта table body деген болу керек, е? Оны t-body дейміз. Сосын мына жабушы тегті кесіп аламыз да, мыналардан кейін қоямыз. Сосын мынаның бәрін белгілеп алайық та, әдемі болып тұру үшін тапты басамыз. Артқа.
Міне осылай әдемілеп қойсақ болады екен. Сақтаймыз, браузерімізді жаңартамыз. Міне бізде осылай бір бағанда авторлар, екінші бағанда кітаптардың аттары шыға келді. Міне осымен бұл видео тамам. Бұдан кейін осы бөлімнің 2 видеосы қалды. Содан кейін CSS пен танысуды бастаймыз. Ендеше болашақ видеоларда көріскенше.